Баршаңызға қайырлы күн достар. Қыстың қамын жазда ойла демекші, қызанақтың шаранында қиярды тұздайтын боламыз. Қыста барлық тағамдарыңызбен жақсы желінетін, қиярларыңыз қытырлақ болып шығатын және сусыны өте дәмді болатын нағыз керемет рецепті сіздермен бөлісетін боламын. Достар, бұл рецепті бұрыннан бері жасаймыз. Отбасымызға, туысқандарымызға өте қатты ұнайды. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасаңыздар және видеоның соңына дейін қарап лайк басып пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал бисмилля деп бастайық достар. Ең алдымен қиярларыңызды тазалап жуып алып, ыдысқа салып, бір қасық тұз салып, суға 1-4-5 сағат қойып қойыңыздар. Ал енді помидорларыңызды, яғни қызанақтарыңызды тазалап жуып алыңыздар. Достар, біз өте көп мөлшерде болғандықтан біз ошаққа істедік. Өздеріңіз білесіздер, газға істейсіздер ме әлде ошаққа ма? Қайсысы ыңғайлы, сомен істеңіздер. Және банкілеріңізді тазалап жуып төңкеріп қойыңыздар күнге. Ал енді помидорларыңызды осылай ірі-ірі қылып турап және мынау қалдықтарын алып тастаңыздар. Достар, осылай мен көрсеткендей өте әдемілеп турап, барлығын болған соң ошаққа қойып қайнатып алатын боламыз. Дәміне қарай тұз салатын боламыз. Достар, мен осы ошақта қайнатып жатқан кезде укропты қосып қайнататын боламын. Банкінің ішіне салмаймын, себебі банкінің ішіне ол кішкене орын алады, орын алғанын қаламаймын. Мінекей достар, осылай қайнап шықты, өзінің суы шығады. Енді осы суын белгілі бір затпен сығып алуға болады, марля немесе осындай сеткамен. Осы сетканың арқасында өте тез әрі оңай сығып алдым. Марлемен қолдануда өте ыңғайлы. Өздеріңізге қайсы ыңғайлы болса, сомен қолданыңыздар. Ал енді мен көрсеткенде салып шығыңыздар. Ең алдымен мен помидор салдым. Помидорларыңыз құртылмаған, шірімеген болу қажет. Одан кейін огурцы салдым. Огурцыдан кейін лавр жапырағын салдым. Қара бұрыштың, яғни доп-домалақ қара үлкендерін салдым. Және болгарский салдым. 2-3 дана сарымсақ салдым. Достар, осымен ғана шектеліп қалмаңыздар. Капуста да салуға болады. Және де мен укропты басында айттым ғой. Укропты қайнатқан кезінде салдым. Бұған салмадым, яғни орын алмау үшін. Ал енді достар, жеңілдегі согымыздың ыстық қып қайнатып осы ыдыстарымызға салатын боламыз. Егер бірден салатын болсаңыздар, бұрт етіп сынып кетулері мүмкін. Сондықтан жаймен бастаңыздар, құйып, араластырып, жаймен құятын боласыздар. Осы процесс, яғни 30 минут тұрады. 30 минуттан кейін алып, қайттан ошағымызға салып, бұрқ етіп қайнатып аламыз да, қайттан құятын боламыз. Мінекей, осы кезде уже дайын болады. Ары қарай закрывалканың көмегімен банкілерімізді жабуды бастаймыз. Достар, шатастырмаймыз, екі рет болады. Біріншісінде қайнатып құямыз. Құйған кезде 30 минут тұру керек. 30 минуттан кейін төгіп, қайттан қайнатамыз. Қайнаған соң ыдыстарымызға саламыз. Осыдан кейін жаба бастаймыз. Достар, мен негізі жауып қойғанмын, бірақ қалай жабуды тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Яғни осы закрывалканың көмегімен қойып, қатты басып, осылай біртіндеп жақындатып әкеле беретін боламыз. Осы кезде қатты болған кезінде уже тоқтатамыз. Және оның дұрыс жабылғанын былай тексеретін боламыз. Бірінші жерге жатқыздырып, ары-бері дөңгелеттіреміз. Егер су аққан жағдайда дұрыс жабылмаған болады, егер су ақпаса дұрыс жабылған болады. Мінекей достар, осылай төңкеріп қойыңыздар. Ыстық болған күйінде үстіне тряпка немесе одеяло қойыңыздар. Суыған кезде қайттан подвалдарыңызға немесе суық жерге қойып қоюды ұмытпаңыздар. Достар, мен сіздерге бір айтатын, бұны әрбір қыз келіншек істей алады. Себебі өте оңай, құясын, саласын, жуасын. Әрбір қыз келіншектің қолынан келеді. Өте дәмді шығады және өзіңіздің қонақтарыңызды, отбасыңызды қуантыратын боласыздар. Міндетті түрде дайындаңыздар. Достар, сол күннің дәмі өте дәмді болады. Ал қиярлары өте қытырлақ болады. Міндетті түрде жиіледі, барлығы мақтайды деген үміттемін. Сіздермен болған Балнұр. Қош сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.